Саудамыз жүрмейді, тауарымыз өтпейді. Базар басшылығы жалдау құнын қымбаттатып жіберді. Бұл Алматының Құлжа тас жолы бойындағы Жетісу базары саудагерлерінің мұңы. Ал базар басшысы болса, бұл азаматтардың көбі заңды келісім шартқа отырмаған дейді. Тақырыпты екі тараптың да сөзін салмақтап қайтқан тілшіміз тарқатады. Қымыз 1 литр өтпеді. Міне қымыз сасып кетті. Қазір мынаны ешкім ішпейді. Базарға адам келмейді, басшылық жалғалып отырған орнымыздың ақысын қымбаттатып жіберді деген сатушылардың тауарлары да мүлдем өтпей тұр екен. Оған себеп мына қораптың ішіндегі қатқан нандардың тұрғанына тура 1 жеті уақыт болған. Ал мынадай бақырға құйылған қымыздың тұрғанына 2 апта болыпты. Тіпті ішудің өзі мүмкін емес дейді. Бізде мына президентіміз қолдап, кәсіпкерлерді қолдап қоршап жатыр. Бірақ бізде қайдағы қолдау, қоршау. Себебі қымыздарымыз өтпей, құрттарымыз құрттап, тамақта алып келген шұбаттарымыз іріп жатса біздеге қайдағы қолдау. Қайдағы кәсіпкерлікті дамыту. Алматыдағы Құлжа тас жолы бойында орналасқан Жетісу базары 2013 жылы ашылған еді. Алайда бар жоғы 2 жыл өтсе де сатушылар саудамыз жүрмей жатыр, базар қожайыны ай сайын ауысады. Әрқайсысы әр түрлі талап қояды дейді. Енді келіп бастық 2 ағай, 2-ші, 4-ші рет алмасқанда ғана осы 2 ағай болды міне 25 мыңға түсірді 10 мыңнан. Адамдар шуылдап, шырқыратып бүйтіп жүргендер ұят енді. Кішкене болса да қарасын біздің жағдайымызға. Не налогты тоқтатсын, не болмаса арендамызды, не болмаса адам келтіретіндей істеп берсін. Сол біздің басқа ешқандай неміз жоқ. Ал базар басшысы Сәлімжан Малғаждаровтың сөзінше біз қолдан келгенше сатушыларға жағдай жасап жатырмыз дейді. Айтуынша шу шығарып жүрген саудагерлер арнайы келісім шартқа отырмапты. Арендная ставка занижена намного, чем в других местах. Біздің базардағы орындар басқа базарларға қарағанда арзан, саудагерлерге де жағдай толығымен жасалған. Ал мына шарпар болып жүрген сатушылардың өздері бізбен ешқандай келісім шартқа тұрмаған. Сондықтан оларға біз қалайша жеңілдіктер жасай аламыз. Саудагерлер саудасын ойлап шырылдайды, ал басшылық барлығы заң шеңберінде жүрсін дейді. Тек базар басшысы мен саудагерлердің арасындағы түсінбестік әлі қаншаға жалғасары белгісіз. Нұрсейіт Жылқышыбай, Жанат Әбдірахман, Ербол Оқас, Қазақ Ньюс, Алматыдан.